Бір күні мен жай ғана шығып кеттім. Сөмкеме 2 жейде кепкен нан мен анамның суретін салып, есікті ақырын жауып, баспалдақпен төмен түстім. Әкем ұйықтап қалған, үстінде бөтелке, түтін иісі, кілемге төгілген арақ, барлығы менің артымда қалды. Көше суық еді. Көктем басталып келе жатқанымен түн салқын болатын. Менің кроссовкам жыртылған, ал шұлығым ылғал тартып табанымды мұздай суғарып тұрды. Бірақ мен тоқтаған жоқпын. Тоқтауға болмайтын еді. Үйге қайта барсам, бәрі қайтадан басталады. Мен енді үндемей өмір сүргім келмеді. Осылай вокзалға да жетіп қалдым. Адам көп. Бір сәтте өзімді қауіпсіз сезіндім. Ешкімді танымаймын. Бір вагон жанында темекі шегіп тұрған әйелге жақындап, «Таразға пойыз қашан кетеді?» дедім. Әйел маған жоғарыдан қарап, «Ақшам бар ма?» деді. Мен үнсіз қалдым. Ол басын шайқап, басқа жаққа бұрылды. Перрон шетінде отырдым. Аяқтарым тоңып қалды. Қарасам, қасыма бір кәрі кісі келіп отырды. Қолында дорба, бетінде әжім көп. Үнсіз отырып, сосын маған бұрылды. «Не күтіп отырсың, балапан?» деді. Мен ештеңе деп жауап бергім келді. Бірақ ішімнен бір нәрсе қозғалды. Бір кезде көзімнен жас аға бастады. Ешқандай дыбыс шығармай, жай ғана ағып жатты. «Үйден қаштың ба?» деді ол жаймен. Мен басымды изедім. «Ашсың ба?» Мен тағы да басымды изедім. Ол дорбасынан нан мен жұмыртқа алып маған ұсынды. Қолым дірілдеп тұрды. Бір үзім нанға өмірімде алғаш рет дәл солай қадырмен қараған шығармын. Бірақ мен үндемедім. Тамақ жеп отырып жаным жылап отырды. Сол кісімен бірге вокзалдың күту залына кірдік. Ол маған орын тауып беріп, өзі басқа жаққа кетті. Бірақ мен отырмадым. Қабырғаға сүйеніп тұра бердім. Ішімде алапат бір сезім. Қорқыныш емес, ашу. Өзімді емес, бүкіл әлемді жек көріп кеттім сол сәтте. Неге ешкім көмектеспеді? Неге мен ғана үнсіз қалдым? Сол түн менің ішімде от тұтанған түн болды. Мен вокзалдан қайта шықтым. Менің бір нәрсеге көзім жетті. Ешкім құтқармайды. Ешкім артымнан жылап келмейді. Ендеше өзімді өзім құтқаруым керек. Мен мектеп жаққа қарай бет алдым. Түнгі сағат 2. Мектептің артқы жағында темір есік бар еді. Мұғалімдердің жатақханасы болатын. Сол жерге жетіп, баспалдақтан жоғары шықтым. Жоғарғы қабаттағы терезелерге қарадым. Бір кезде сол жерде мұғалімім Жанар апайдың терезесін таныдым. Ол мені әрдайым сұрақ қойғанда жымиып тыңдайтын, бір түрлі жылы қарайтын. Мен тастың сынығын алып, терезесіне жеңіл лақтырдым. 1, 2, 3. Ақыры перде қимылдады. Сосын терезе ашылды. Қараңғыда тұрып, «Апай, мен сізге келдім», дедім. Даусым жарықшақ. Жанар апай мені төменге шақырды. Есікті ашты, қарап тұрды. Үнсіз. Мен де үндемедім. Бірақ оның көзі бәрін түсініп тұрғандай еді. «Кір, қызым», деді ол ақырын. Ішке кіргенде аяқтарым дірілдеп кетті. Аяғымдағы ескі аяқ киімімді шешіп, еденге отырдым. Сол кезде мен тұншыға жылап жібердім. Жанар апай мені құшақтап, үнсіз отырды. Тек шашымнан сипап, «Бәрі өтті, енді сен жалғыз емессің», деді. Сол түні мен алғаш рет ұйықтадым. Қорықпай, дірілдемей, аяқ киіммен емес,
терезеден секіру туралы ойсыз. Сол түні менің ішімдегі бала аздап болса да тыныш тапты.